Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз көп оқушыларға қорқынышты болып келетін тригонометрия бөлімін шығаратын боламыз, және оның ішіндегі синус теңдеулерін үйренетін боламыз. Материалдың ішіне мен косинусты, котангенсті, тангенсті қоспадым. Осы ғана материалды қорытып алыңыздар. Кейінгі күндері косинус, тангенс, котангенстерді жеке-жеке видео ретінде шығаратын боламын. Ал ендеше онда кеттік. Алғашқы бізде жалпы синустың теңдеуінің шешіміне тоқтала кетейік. Синустың теңдеуінің шешімі, егерде қандай да бір синус x деген функция берілсе, тен а деген бір бұрышқа альфа дейді, мына жерде а деп берілген, кейбір кітаптарда альфа деп келеді. Теңдеуінің шешімі ол кезде не болады? X тең болады минус 1-дің к дәрежесі көбейтілген арк синус альфа қосылған пи к тиісті z-ге. Яғни бұл бізде периоды деп аталады пи к. Но арк синус, егер кестедегі мәнін білетін болсаңдар, осы жерге тек қана мәнін қойып отырасыздар. Ол қалай? Кестедегі мәнін міндетті түрде жаттап алыңыздар. Мысалы, бірінші есепке қарайық. Есеп былай берілген: 2 синус x минус 1 тең 0 деп берілген. Енді қараңыздар, бұны біз былай шығарамыз. 2 синус x дейміз да, анау минус 1-ді мына тең болатын деп оң жағына көшіретін боламыз. Минус 1 болатын болса, мына жағына плюс 1 ретінде көшеді. Әрмен қарай. Енді мына синустың алдында 2 деген коэффициент тұр, сондықтан оны біз мына екінші жаққа көшіріп, егерде ол көбейтіліп тұратын болса, онда оны 1-ге бөліп жібереміз. Мына оң жақтағы санға бөлеміз. 2-ден 1. Синус 2-ден 1. Синус 2-ден 1-де қандай градусқа тең? Ол бізде 30 градус, яғни пи бөлінген 6-ға. Енді есептің теңдеуін қалайша жазамыз? Жауабын x тең болады. Мынаған қараймыз. Міндетті түрде минус 1-дің к дәрежесі, кейбір кітаптарда n дәрежесі келеді, айырмашылық жоқ бұнда. Синус, арк синус деп жазбаймыз, кестедегі 2-де 1 кестеде бар, ол жауабы не болады? Пи бөлінген 6 плюс пи к. Пи к арғарай плюс пи к жалғана салады. К тиісті бүтін сандар жиынына. Мұндай жауап бар ма екен? Міне с нұсқасында тұр екен. Міне өте оңай есептер. Әрмен қарай, екінші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Еш қиындығы жоқ. Біздің теңдеуіміз 2 синус x тең болады түбірасты 3 деп, мына минус түбірасты 3-ті тең болады оң жағына көшіреміз алдыңғы есептегідей. Мына 13 секілді болып көрініп тұр, мынаны өшіп тастайын. 3 мынау түбірасты 3. Оны дұрыстап жазамыз қазір. Түбірасты 3. Енді қараңыздар, не істейміз? Синус x-тің алдында, функцияның алдында коэффициент тұр 2 деген. Оны мына оң жаққа бөліп жіберемін. Түбірасты 3 бөлінген 2. Түбірасты 3 бөлінген 2 кестеде мәні бар. Сонымен жауапты қалай жазамыз? X тең болады. Міндетті түрде минус 1-дің к дәрежесі, кестедегі мәні түбірасты 3 бөлінген 2-нің пи бөлінген 3 болады. Яғни ол 60 градус. 60 градус болады. Плюс нені жалғай саламыз? Тек қана пи к дей саламыз. Болды. К тиісті z-ге. Болды. Есеп шығарды. Мұндай жауап бар ма екен? Ол бізде міне а нұсқасында тұр екен. Есеп өте оңай. Оқушылар. Енді мынау есептердің нөмірлеріне мән бермеңіздер. 1, 2 дейді, мына жақта 4 кетіп қалады. Маңызды емес, ең бастысы есеп маңызды. Енді қараңыздар, сәл есеп күрделене бастайды. 2 синус 2x деген беріледі, минус 1 тең 0. Енді не істейміз? Так, бірінші біз синустың алдындағы және оның алдындағы коэффициенттерден құтылайық. 2 синус 2x тең минус 1 мына жаққа плюс 1 ретінде көшірем. Оның алдындағы коэффициенттен құтылам, оны 2-ден 1-ге бөліп жіберем. Енді манадан бері есепті шығарып келе жатқанда, мысалы бірінші есепте синус x-ні өзі тұр, ал мына есепте қарасаңыздар синус 2x деп тұр. Енді бұны қалай құтылам? Былай жазамыз. 2x тең болады минус 1-дің к дәрежесі немесе n дәрежесі. 2-де 1 кестеде мәні бар ма? Бар. Ол бізде 30 градус пи бөлінген 6 плюс пи к деп жалғай саламын. n тиісті z-ге, к тиісті z-ге. Манадан бері біз n тиісті z-ге деп жатық. Мына жерде негізі к тиісті z-ге болады. Дұрыс қой, к тиісті z-ге, к тиісті z-ге. Мен n деп айта беріп кейде. К тиісті z-ге болады. Әрмен қарай, осы 2-ден құтылу үшін не істеу керекпін? 2x-ге көбейтіліп тұрса, онда мен 2-ні барлығына бөліп жіберу керекпін деген. Онда x тең болады минус 1-дің к дәрежесі
мынау бөлген кезде ол мынау 6-ға төменгіге көбейтіліп кетеді. Пи бөлінген 12 болып кетеді. Қосылған пи-каны да 2-ге бөлу керекпін. Пи-ка бөлінген 2 деп жазылады. К тиісті Z-ке. Сонда біздің есебіміз міне шықты. 2-ден құтылдық. Ол бізде Д нұсқасында тұр екен. Не істедік басында? -1-ді 10 жаққа көшіріп жаттық, 2-ге бөлдік. Одан кейін кәдімгі жауап ретінде жаздық. 2х тең болады -1-дің к дәрежесі пи бөлінген 6. Себебі мынау бізде кестедегі мәні пи бөлінген 6-ға тең. Плюс пи-ка тең к тиісті Z-ке. Енді бұл жерде 2-ден құтылу үшін біз 2-ге бөліп жібердік. Көп оқушылар осы жерде түсінбейді. Мына жерде пи бөлінген 3 деп жазып жібереді. Жоқ, бұл жерде 6-ны 2-ге бөлесіз, пи бөлінген 6-ны 2-ге бөлесіздер. Ол былай болады міне. Пи бөлінген 6-ны тағы да 2-ге бөлесіздер. Не істейді бізде? Пи бөлінген 6 бөлінген 2 түрінде жазатын болсам, сіздерге 5-ші класс естеріңізге түседі. Пи бөлінген 6 көбейтілген екінші тұрған санның орнын ауыстырамын. 2-ден 1 деп. 2 деп тұрды, енді орнын ауыстырамын. Астында 1 бар деп ойлайсыздар ғой. Сонда 2-ден 1 болып кетеді да, мынау 6 мен 2 көбейтілген 12, мынау бізде пи ғана болады. Сонда оңай жаттау үшін егер де бөлсеңіздер, олар бөлшектің бөліміне көбейтіліп кетеді, яғни астына көбейтіліп кетеді. 6 болып еді, 2-ге бөлдік, 12 болып кетті. Көрдіңіздер ма? Ары қарай мына пи-каны 2-ге бөлдік, сонымен есептің жауабы шықты. Әрмен қарай. Осы сәл есеп көзімізге қорқынышты көрініп жатыр, бірақ біз формуланы білсек тым қорықпаймыз, есептің жауабын кәдімгідей жазамыз. Коэффициент жоқ бұл жерде. 10 жаққа ауыстыратын сан жоқ, сондықтан төбірасты 2 бөлінген 2-ні қалай жазамыз? Былай жазамыз. 3х пи бөлінген 3 тең болады. -1-дің к дәрежесі. Так, төбірасы 2 бөлінген, ол бізде пи бөлінген 4, 45 градус төбірасы 2 бөлінген 2, плюс пи-к. Бұл бізде кәдімгі синустың теңдеуін жаздым мына жерге. Енді әрмен қарай мен неден құтылу керекпін? Қарасаңыздар, пи бөлінген 3-тен плюс пи бөлінген 3-тен құтылу керекпін. Оны не істеймін? Қосылып тұрса, мына 10 жаққа қарай оны азайту ретінде жіберемін. Пи бөлінген 4 минус пи бөлінген 3 плюс пи-к. К тиісті Z-ке. Көп оқушылар алаттан мына жерде ортақ бөлім береді. Ортақ бөлім 12 дейді, ары қарай есептейді. Жоқ, осылай қалай береді? Себебі пи бөлінген 4-дің алдында -1 к дәрежелі -1 тұр. Міне. Осы коэффициент болғандықтан бұған дым ортақ бөлім бере алмайсыздар. Осылай қалады есеп. Енді x-тің алдында 3-тен құтылу үшін алдыңғы есепте 2-ден құтылу үшін не істедік біз? 2-ге бөліп жібердік қой. Енді мына жерде 3-ге бөліп жіберемін, себебі ол көбейтіліп тұр. Соған мән беріңіздер, міне көбейтіліп тұр. Сондықтан x тең болады -1-дің к дәрежесі. Бөлінгенде не істеуші еді? Ол астына көбейтіліп кетеді 12 болып. 3-ті 4-ге көбейтіп жібердім сонда. Минус мынаны 3-ге бөлінген кезде не істейді? 3 пен астындағы бөліммен көбейтіліп кетеді, 9 болып кетеді. Ал мынаны пи-ка бөлінген 3 түрінде жазамын. К тиісті Z-ке. Болды, есебім шықты. Оп-оңай. Ондай жауап бар ма екен? Жауап бар. Міне жауап Е нұсқасында тұр екен. Әрмен қарай 7-ші есеп, нөмір мән бермей қойыңыздар есептің. Теңдеуді шешіңіз дейді. 5 синус x тең 2. Не істеймін? 5-ті 2-ге бөліп жіберемін. Яғни 5-тен 2 болады. 2 бөлі 5 болады. 5-тен 2. Енді қараңыздар. Кестеде өкінішке орай тригонометрик кестені білсеңіздер, 5-тен 2 деген мән жоқ. Сондықтан не істеймін? Мен былай жазамын. X тең болады. Көбісі бұл есептің шешімі жоқ деп жазып кетеді. Шешімі бары бұл есептің. -1-дің к дәрежесі арк синус 5-тен 2 деп жазам, себебі бұның кестеде мәні жоқ. Егер де кестеде мәні болмаса, онда синустың алдына арк синус деп жазасыздар. Арк синус 5-тен 2 қосылған 2 пи-ка, 2 пи-ка деп, пи-ка ше, пи-ка, к тиісті Z-ке. Ол есеп шықты. Жауап сонда бізде, міне, жоқ, В нұсқасы емес, С нұсқасында тұрған. Есеп шықты. Көрдіңіздер ғой, егер де кестеде мәні болмаса, онда аркпен жаза берсіз. Ол косинуста да солай. Жақсы ма? Арк синус 5-тен 2. Себебі кестеде мәні жоқ, өкінішке орай. Ал 8-ші есеп қызғы есеп екен. 6 синус x тең 7. Синус x не болады? 7 бөлінген 6. Енді мына есептің жауабын x тең болады -1-дің к дәрежесі арк синус 6-дан 7 плюс пи-ка к тиісті Z-ке деп жазсаңыздар қате болады. Бұл есептің шешімі жоқ. Неге? Себебі 7-ні 6-ға бөлсеңіздер, ол шамамен 1,111 деген сан шығып кетеді ау деймін, калькуляторды бөлсеңіздер. Бұл нені білдіреді? Бұл бізде
анықтау облысынан синустың асып кетті дейді. Себебі оның анықтау облысы -1 мен 1-дің аралығында жату керек. Егерде осы аралықтан асып кететін болса, есептің шешімі x-іміз, онда бізде шешімі жоқ болады, А нұсқасы болады. Ал көп оқушылар бізде мынау В нұсқасын таңдап кетеді. Бұл дұрыс емес. Себебі біздің анықтау облысынан асып кетіп тұр. Мынау бізде анықталу облысы деп аталады. -1-ден асып кететін болса, онда есептің жауабы жоқ. Мысалға, мынандай есеп болуы мүмкін. 2 синус x-тен 3, синус x-тен не істейсіздер? Табу үшін 3-ті 2-ге мына жаққа бөліп жібересіз. Көбейтіліп. Қарасаңыздар, ол бізде 1,5, 1,15 болады. 1,15 ол бізде не істейді? Анықтау облысына кірмейді, сондықтан шешімі жоқ деп өте оңай шығара саласыздар. Жақсы ма? Мына алдыңғы есеппен айырмашылық бар. Мына 2 не үшін бұл бізде шешім болды? Себебі 2-ні 5-ке бөлсен, бұл бізде 0,4. Ал ол -1 мен 1-дің аралығына жатады деген сөз. Сондықтан шешімі болды. Енді, егерде біздің берілген есебіміз теріс сандармен келсеші, қалай болады деген сұрақ туады, бұл жерде. Енді есептің соңғылары. Көрейік, мына жерден былай істейсіздер. Синус x, мына жаққа 2 көбейтіліп тұр ғой. Соны мына -2-ке арғы жағына бөлесіздер, 10 жағына. Енді, егер минус болатын болса, мына алдыңғы есептің формуласы бар ғой. Соған тек қана k плюс 1 дегенді жалғайсыздар, болды. Дым өзгеріс жоқ. Дым, прям ештеңе жоқ. Дәл осылай жазасыздар. X тең болады -1-дің k плюс 1 дәрежесі. Есептерге қарасаңдар, алдыңғы есептер барлығына k деп келаттық та, мына жақтан k плюс 1 деп кеттік. Айырмашылық бар. Егер ол теріс сан болатын болса. Ал түбір асты 2 бөлінген 2 мәні қандай болады? -түбір асты 2 бөлінген 2-ні іздеп жүрмеңіздер. Сіздер уже минустан құтылдыңыздар, былай айтқанда. Тек қана түбір асты 2 бөлінген 2-ні жаттап алсаңыздар болады. Ол бізде 45 градус пи бөлінген 4. Қосылған пи k болады. K тиісті z-ге. Ол есеп өте осылай шыға салады. Есептер өте оңай түсінген адамға. Дәл минусты манағыдай шығара жібересіздер. Арқта да солай, дәл солай. Осымен біздің тригонометрияның ішіндегі синус теңдеулерін қарастырдық. Енді өздеріңіздің есептеріңізді оңай шығара аласыздар. Келесі тақырып бізде косинус, тангенс, котангенс болмақ. Егер тағы да түсінбей жүрген тақырыптан есептерім болса, онда менің Instagram парақшама жазып жіберіңіздер. Сау болыңыздар.